төбеде мынандай алтын беркут тұр. Бұл бірінші қабаты. Казахстан богат талантами в различных отраслях. Наши люди вдохновляют и удивляют мир своими достижениями и творческими успехами, вдохновляют поколения и новые таланты. Саз сырнайдың түр-түрі. У подножия величественного материя это не просто архитектурное чудо, это сакральное место. Бақсы дабылы. Представьте себе, как его корни глубоко уходят в историю, переплетаясь с корнями наших предков, а ветви устремляются в небеса, символизируя наши мечты и надежды. Міне мынау енді көптен күткен алтын адам. Это больше, чем просто страна. Это Бұның бәрі алтыннан жасалған екен. что-то особенное. От природных красот до культурных сокровищ здесь каждый почувствует себя дома. Тарих пен болашақ бір арнада тоғысқан өлкеден естен кетпес әсер аламыз. Ғаламат жерге ғашық болу да бір бақыт. Welcome to Kazakhstan. Қазақстанға қош келдіңіз. Сәлем, мен Димаш Құдайберген. Мен сіздерді ұлы даланың ұлан-ғайыр төсіне созылған қасиетті қазақ еліне саяхаттауға шақырамын. Тауларымен айбынды, суларымен айдынды. Теріден тігілген аяқ киім. Қазіргі балеткалар сияқты екен. Көкпен астасқан әсем табиғаттың әсеріне бөленеміз. Сайын даланың сырын сыдырлап жел айтады. Молы ормандар мен құпияға толы ормандардың аңызын серуендейміз. Қазақстан бұл ғасырлар бойлауына тамыр тартатын тарихи мекен. Біз бай мәдени құндылықтарымыз бен бабаларымыздың көзіндей болған салт дәстүрімізді дәріптейміз. Халқымыздың қонақжайлығы тар кезеңдерде аңызға айналған. Ал бүгінгі кең заманда біз сіздерге жеріміздің шұрайы мен еліміздің шырайын көрсетуге әзірміз. Ұлан-ғайыр даласы мен сан ғасырлық мұрасы бар қазақ. Ер-тоқым. Қазақстан бойынша саяхатқа аттанбас бұрын миллиардтаған жылдарға кейін шегініп, біздің әлемнің бастауына оралсақ. 4 миллиард 600 миллион жыл бұрын жұлдызаралық алып молекула бұл гравитациялық күйге туғызып, Анау байдың ыдыс-аяғы. көз алдыңызға елестетіп көріңізші. Меркурий Мынау таза алтын. 5-ші
7 ғасыр дейді, 6-7 ғасыр. Бұл алтын адам сақ көсемінің киімі болған екен, міне жазып тұр. Сол алтын адамның қасында ылғи алтындар, таза алтындар, жұмсақ болған екен олар. Жұқа сондай алтындар мен көргендерім. Year 1986, in Kazakhstan, near Rusko-Mitogorsk, even bigger finding was made. 13 horses decorated like this, with the chest and a few skeletons of the persons. Temperature in this burial was almost constantly more around 0, so their bodies survived very well. So it is roughly 7th century before Christ, so in the past 28 centuries, horses were still very good condition. Even grass is their source. One side was slightly close. Ертоқым 4-3 ғасыр деп тұр. Мынау текті әйел киімі деп қойыпты, значит, байлардың киімі болған ғой.
Блин, она уже старая. А это что? Захоронение не нужно. Пьет, это останки наши такие. National music of Kazakhstan presents the following is a sample of the quantity of elite culture from the mirrors culture from the mirrors.
梳子，这个要是有两千来毛病，房子你也可以，一旦是宝宝可能超房料，公馆里不也是那样？公馆那光天的话就是差不多就是这个成房。我现在那个小商户看的也是。脖子，脖子，脖子你看。这首歌就是说第三者，说是第三者。刚结婚。一羊腰带。这个，张玉吧。好，那个红色宝石嘛，红色宝石。红宝。哎，小子带。这个图你没有看得到吗？你给看一下，你们抽一个。对对，这里。那边也。那个。